Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 32-ші сабақтың тақырыбы дауыссыз н мен ң. Сабақтың мақсаты: н, ң әріптерінің емлесін сақтап жазамын, сөйлеу мәдениетін сақтап диалогке қатысамын. 58-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қарағым, оқу босқа жүрме, ойынға құр қаларсың көңіл бөлме. Жасынан оқып өнер қуған, жан жетпес көңіл жүйрік кемеңгерге. Мағжан Жұмабаев. Қарамен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Бұл жерде ойынға және кемеңгерге деген сөз берілген. Ойынға деп жазылады, яғни н әрпімен жазылады, естілгенде ойынға деп ң әрпімен естіледі. Кемеңгерге деп жазылады, естілген кезде кемеңгерге деп дыбысталады. 59-ші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Н, ң дыбыстары бар сөздердің астынсыз ол сөздің қай жерде келіп тұр? Бізде өлеңде деген сөз берілген ң әрпімен. Бұл ң әрпі сөздің ортасында келіп тұр. Ң дыбысы сөз басында кездесе ме? Ң дыбысы сөз басында кездеспейді. Мақалдың мағынасын түсіндір. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде. Яғни кезінде біздің апаларымыз кілемді, текеметті қолмен басатын болған. Яғни соған қарап текеметті, кілемді басқан адамның қаншалықты қолының шебер, өнерлі екенін білетін болған. Ал біз өлеңді оқу арқылы ол өлеңнің сөзін саптауына қарап, біз ақынның қаншалықты сөзге өнерлі, шешен екенін біле аламыз. 60-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Суретке қара. Суретші, қобызшы, кенші, құрылысшы, ғарышкер, тәртіп сақшысы өздерінің жұмысына қажетті құралдарды дұрыс таңдап алды ма? Жоқ, әрқайсысы өзінің қызметіне байланысты құралдарды дұрыс ұстап тұрған жоқ, Ғарышкер қолына қобыз ұстап тұр, тәртіп сақшысы кірпіш ұстап тұр, яғни ол құрылысшыға тиесілі. Ал суретшінің құралын бізде ұстап тұрған кенші, құрылысшы мүлде басқа зат ұстап тұр, қобызшы қолына ара ұстап тұр, ал суретші қолына тәртіп сақшысының құралын ұстап. Суреттегі мамандық иелері туралы не білесің? Ғарышкер, тәртіп сақшысы, суретші, қобызшы, яғни суретте берілген мамандық иелері туралы өзіңнің не білетініңді айт. Саған бұл мамандықтың қайсысы ұнайды, неліктен? Өзің болашақта қай мамандықты таңдар едің? Жауабыңды 2-3 сөйлеммен жаз. 61-ші жаттығу. Кестеде көрсетілген болашақ мамандықтары бойынша диалог құрастырыңдар. 1-ші топ ғарыш пойызының жолсерігі, 2-ші топ ай кеншісі, 3-ші топ суасты қалаларының құрылысшысы. Яғни осы мамандықтарға байланысты топ болып диалог құрастырасыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша қош сау болыңыздар.